Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Бүгін сізге өте ауыр және шынайы оқиғаны бөлісетін боламыз. Бұл біреулерге өмірдің шетінде қалғандардың жай ғана панасы көрінетін, ал шындығында еркіндігін тартып алынған 5 жастың түрмеге бергісіз тар бөлмесі туралы болмақ. Олар мұнда еркенен келген жоқ, оларды арбаған, уәде берген, кейін алдап ұстап отырған бір әйел бар, аты Қатира. Қатира қаладағы жатақхананың комплексін жалға алып, жас қыз-жігіттерді жұмыс берем, баспана берем, тамақ берем деп ауылдан жинап әкелетін алаяқ әйел. Жай ғана әйел емес, адам еңбегін қанап, олардың құжаттарын тартып алып күштеп ұстап отырған адам саудасының көлеңкесіндегі бір бейнесі. Оның құрбаны 5 түрлі тағдыр, 5 түрлі өмір иесі. Олар әр өңірден келген. Нақты кейіпкерлер мен олардың жағдайлары. Айару 21 жаста, Шығыс Қазақстаннан келген. Университетке түсіп, жатақхана шықпаған соң, интернетті хабарлама арқылы Қатираға тап болған. Жұмыс, тамақ деген уәдесіне сеніп келген. Қазір таңнан кешке дейін кафе тазалайды. 120 000 теңге уәде етілсе де, жалақыны көрген емес. Нұрқанат 23 жаста, Алматыдан. Анасы қайтыс болған соң, әкесінен қашып кеткен. Метро жанында тұрған Қатира оны байқап, балаларға тіл үйрететін орталықта жұмыс бар деп алдап алып келген. Бірақ жұмыс орны жоқ, таңнан кешке дейін құрылыс материалдарын тасиды. Дина 19 жаста, Оралдан. Өгей әкесінен қашып, вокзалдан пана іздеп жүргенде Қатирамен кездескен. Қазір тігін цехында күніне 14 сағат тігеді. Құжаты жоқ, көшеге жалғыз шығуға тыйым салынған. Әлібек 20 жаста, Ақтөбеден. Ауылда жұмыссыз жүргенде Қатира Астанада охрана керек, 200 000 төлейміз деген. Келіп еді, орнына базардың ар жағындағы жүк тасушы болып кеткен. Саят 24 жаста, Талдықорғаннан. Әлеуметтік желіден жарнама көріп келген. Жоғарғы білімі бар, бірақ жұмыс таппаған. Қазір мәжбүрлі түрде интернет арқылы тауар сатқан болады. Ал түскен ақшаны Қатира жинайды. Шын мәнінде не болып жатыр? Бұл жастардың бәрінің құжаттары алынған, телефонмен төлесу шектелген, бөлмеден рұқсатсыз шығуға тыйым салынған. Қатира оларға: "Қашсаңдар, полицияға берем. Сендер менің есебімде жүрсіңдер, бәрі заңды. Ата-аналарыңа бәрін айтам" деп қорқытып ұстап отыр. Олар жергілікті жердегі 1-2 кришамен байланысты болғандықтан шағымданатын нақты жерлерде жоқ. Бөлменің ішкі жағдайы: 5 адам бір бөлмеде, қыз-жігіт демей кезекпен ұйықтайды. Еденде, кейде үстелде. Тамақ күніне 1 рет. Жуыну тек кезек аптасына 1-2 рет. Терезе сынық, есік сыртынан жабылады. Бір бөлмеде жарық өшті, барлығы шаммен отырды. Сол түні олар алғаш рет ашық сөйлесті. "Мен анамның көз жасын көп көрдім. Өзім сондай ана болғым келмейді", деді Айару. "Мен де бала күнімде көп шеттетілдім. Сол үшін үндемей жүруді үйрендім", деді Аят. "Біз үнсізбіз, бірақ әрқайсымыз күресіп жүрміз", деді Нұрқанат. Бір түні олар жылап қалды, бір-біріне қолдау білді. Бұл жай ғана бөлме емес, бұл сынған жүректердің, жоғалған үміттердің, шынайы мейірімнің панасы. Бір-біріне бөтен. 5 адам уақыт өте бауырдай болып кетті. Себебі оларды біріктіретін нәрсе жара, ішкі жарасы. Ал жараны тек түсінген адам ғана емдей алады. Бір күні Айару терезеден бір әйелдің телефонын лақтырып жіберіп, "Ішіне көмектесіңіз, бізді ұстап отыр, аты Қатира, мекен-жайы осындай" деп жазып жібереді. Осыдан кейін бір үміт пайда болады, бірақ бұл әрекет байқалып, Айару жазаланады. Екінші бөлімде Айарудың батырлығы, Қатираның шындығы ашылатын сәт. Бесеудің құтқарылуы немесе біреуінің сатқындығы төңірегінде болмақ. Құрметті көрермен, егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жетсе, пікір қалдырыңыз. Мұндай тағдырлар өмірде бар. Олар үнсіз, бірақ біз үнсіз қалмауымыз керек. Келесі екінші бөлімде жолыққанша.